Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Бүгін қысқа мерзімді жоспарды тиімді жазудың жолдарына тоқталсам деп отырмын. Қысқа мерзімді жоспар бұл біздің 1-45 минутта өткізілетін сабағымыздың барлығын тәпіштеп түсіндірілген, қай жерде не қолданылатынын анықтап, ресурстарымызды, уақытымызды бөліп жазатын жоспар болып табылады. Қысқа мерзімді жоспар бұл мұғалімнің бір сабаққа арнап жасайтын нақты егжей-тегжейлі жоспары. Ол сабақтың мақсаты, міндеттері, қолданылатын әдістер, материалдар және оқушылардың жетістіктерін бағалау тәсілдері сияқты элементтерден тұрады. КМЖ мұғалімге сабақтың әр кезеңін жоспарлап, уақытты тиімді пайдалануға және сабақ мақсатына жетуге мүмкіндік береді. Күнделікті КМЖ-ны күнделікті жасап, сабаққа ынталы түрде дайындалатын болсақ, негізі оқушылардың да сабақты түсінуі барлығы орын-орнымен жақсы нәтиже берілетін жұмыс деп санаймын. Күнделікті КМЖ-да негізі көрнекілік және де екі әдіс болса, күнделікті сабаққа жеткілікті деп ойлаймын. Енді ашық сабақтың КМЖ-сы ол мүлдем бөлек, оның құрылымы да бөлек, қатысатын адамдарға және осы оқушылардың осы уақытқа не үйренгенін көрсету мақсатында болып жасалынатын болғандықтан ашық сабақтың КМЖ-сына ерекше көңіл бөлетініміз рас. Ал енді қысқа мерзімді жоспарды тиімді жазудың, тиімді ұйымдастырудың бірнеше жолын сіздерге ұсынғым келеді. Қысқа мерзімді жоспарды тиімді жазып үйренсек, мұғалімнің кешкілікті уақыты, сабаққа дайындалатын уақыты негізі қысқарады. Сол аралықтағы уақыты өзіне, отбасына көңіл бөлуге уақыт жеткілікті болатын шығар деп ойлаймын. Ал енді кеттік. Біріншісі бұл мақсаттарды анықтау. Оқу мақсаты. Сабақтың негізгі мақсаттарын анықтаңыз. Бұл мақсаттар оқушылардың не үйренетінін және қандай дағдыларды меңгеретінін көрсетеді. Оқу мақсатын қабылдағаннан кейін шығатын нәтижелер сабақтың соңында оқушылар қандай нәтижеге жетуі тиіс екенін нақтылаңыз. Біз сабақтың сабақтың бас жағында айту керекпіз. Балалар бүгін, мысалы, көбейтуге өтіп жатсақ, бүгін біз көбейту 9-ға 2-ні көбейту болмаса екілік кестесін, 2-ның кестесін толық үйренеміз. Сабақтың соңында осы мақсатқа жеттік па деп оқушылардан кері байланыс алып, яғни сабақ мақсатына жеттік па, жетпедік па, соны тағы да анықтап алуымыз керек. Құрылымды жоспар кіріспе 5-10 минут өтеді. Сабақты таныстыру, мақсатын таныстыру, оқушыларға жаңа тақырыпты қызықты әрі түсінікті түрде енгізіңіз. Кіріспеге бізге амандасу, ынтымақтастық атмосферасы, оқушыларды сабаққа қызықтырып алу, тақырыпты түсіндіру, сабақтың мақсатын айқындау, осы жұмыстар кіреді бізге. Сабақтың мақсатын айта отырып, сіз сабақтың соңында сол мақсатыңыздан белгілі бір нәтиже шығарып алу керексіз. Балада өзінің сабақтың соңында қандай деңгейге, қандай мәреге жететінін бала білуі тиіс. Екінші құрылымды жоспар кетті. Бұл 45 минуттың бізде 5, 7, әлде 10 минутын алуы керек. Мысалы, балалар бүгін жануарлар әлеміне саяхат жасаймыз деп кішкене балаларға түсінікті болу үшін осы жерде кішкене тақырыпты кеңейтіп, балаларға қызықтырып, жаңа тақырыпқа бастауға белгілі бір бағыт береміз. Негізгі бөлім бұл біздің сабағымыздың 20-30 минут уақытын алады. Бұл жерде біз жаңа материалды түсіндіреміз. Тақырыпты қысқаша, бірақ нақты әрі түсінікті түрде түсіндіреміз. Белсенді іс-әрекеттер оқушыларға жаңа материалды іс жүзінде қолдануға мүмкіндік береміз. Мысалы, тапсырмалар, жаттығулар, топтық немесе жұптық жұмыстар. Енді биылғы оқу жылында ұжымдық жұмыстарды қысқартқан болатын, бірақ көп мұғалімдер топтық жұмыстармен әлде жұмыс жасайды. Енді белсенді іс-әрекеттерге келетін болсақ, сіздің тарапыңыздан, яғни мұғалім тарапынан жаңа тақырып түсіндірілді. Ары қарай сол тақырыпты пысықтап, бала көкейіне қондыру үшін біз оларға тапсырмалар таратамыз. Жаттығулар береміз, дәптермен жұмыс, тақтамен жұмыс, функционалды сауаттылыққа арналған тапсырма, оны саралау диалог түрінде жүргізесіз бе, әлде жазбаша қысқаша тест алып жүресіз бе? Енді ол мұғалімнің шеберлігіне тікелей байланысты. Біздің сабағымыздың күш беріп түсіндірілуге тырысатын уақытымыз осы бізде негізгі бөлім.
жаңа материалдарды түсіндіріп, бала осы негізгі бөлімде 20-30 минут аралығында тақырыпты көкейіне тоқып, барлығын түсініп алуға тырысу керек. Тақырыпты түсініп алу үшін видео қолдануыңыз мүмкін, платформалық жұмыстар, жасанды интеллектті қолдануыңыз мүмкін. Енді ол сыныптың және өзіңіздің мүмкіндігіңізге қарай қолданатын жұмыстар. Қорытынды жұмыс бұл 5-10 минут уақытымызды алады. Біздің оқушылардың сабақ барысында меңгерген білімдерін тексеріп аламыз. Сабақтың негізгі аспектілерін қайталаймыз. Яғни 20-30 минут негізгі бөлімде не өттік, бала не түсінді, соны біз енді осы қорытынды бөлімде мүмкін жылдам тест арқылы, болмаса қайталау арқылы, болмаса тез орындалатын жаттығулар арқылы қайталап, бала бүгінгі тақырыпты түсінді ме, менің айтқан, яғни мұғалім тарапынан айтылған дүниелердің бәрі түсінікті болды ма, біз соны қайталап аламыз. Ал енді біздің тағы да тоқталатынымыз бұл біздің ерекше мұғалімдердің болі десем болады, бұл тоқталуы тиіс дүние әдіс тәсілдер мен ресурстар. Әдіс тәсіл бұл сабақты бірыңғай құр сөзбен өткізе салу емес, әртүрлі әдістерді қолдану арқылы дәстүрлі сабақтан тыс балаларға қызықты жұмыстарды қолдану, сабақта қолданылатын оқу әдістері мен тәсілдерін анықтау, мысалы лекция болуы мүмкін, топтық жұмыс, ойындар, тәжірибелік тапсырмалар болуы мүмкін. Сосын ресурстар, сабақта қандай ресурс қолданамыз, сабақта пайдаланатын материалдар мен құралдарды, слайд, бейне мазмұндама болуы мүмкін, жұмыс дәптері болуы мүмкін, алдын ала дайындап ертеңгі сабаққа алып барамыз. Сол сіздің тиімді әдісіңіздің арқасында бала сабақты жете түсінеді, және де сіз ұтасыз. Жақсы әдістерді пайдалана отырып, баланың сабағыңызға деген қызығушылығы өте жоғары болады. Және де осы оқу жылында биыл бізге жасанды интеллектке басымдылық берген болатын. Енді мына жерде қарапайым ғана математика пәніне арналған онлайн сервистердің тізімі бар. Және де жасанды интеллекттің бір артықшылығы бізге автоматты түрде ТЖБ материалдарын, қымыжға идея, эссе баяндамаға бағыт береді. Әртүрлі иллюстрация, кубтар, әртүрлі неше түрлі сабағымызға бағытталған мүмкіндіктерді жасанды интеллект бізге ұсына алады. Осы оқу жылында әр мұғалім жасанды интеллектті біліп, сабағында қолданып шығуға тиісті деп жүктелінген болатын. Сондықтан сіздерге старт алған табысты ұстаз деп аталатын жасанды интеллект курсыма шақырамын. Енді бізде төртіншісі бұл уақытты басқару, уақытты жоспарлау. Әр бөлімге бөлінген уақытты нақты белгілейміз. Уақыттан қоңырау болып кетуі мүмкін, үй тапсырмасы берілмей қалып, болмаса қорытынды жұмыстары орындалмай қалуы мүмкін. Сондықтан уақытты басқарып отыруымыз керек. Сабақтың әр кезеңде қанша уақыт жұмсалатынын анықтап, жоспарды орындауға көңіл бөлеміз. Бесінші, бұл оқушылардың қатысуы. Оқушылардың белсенді қатысуын қамтамасыз ету үшін сұрақтар қойыңыз, және олардың пікірін тыңдаймыз. Кері байланыс алып отыру. Оқушылардан ылғи да кері байланыс алуымыз керек. Оқушылардың сабақ бойынша пікірлерін ескеріп, қажет болған жағдайда түзетулер енгіземіз. Және де бағалау критерийлері. Оқушылардың білімін бағалау үшін нақты критерийлер белгілейміз, яғни дескрипторлар. Бағалау түрлері. Сабақ барысында қолданылатын бағалау әдістері, мысалы ауызша мадақтау болуы мүмкін, сұрақ жауап болуы мүмкін, жазбаша тапсырмалар, тесттер анықтаймыз. Және де бізде айта өтетін жайт, бастауыш сынып мұғалімдеріне оқушыны сабақ үстінде дұрыс жауап берген үшін ауызша мадақтап отыру баланың сабаққа деген ынтасын ашады, яғни балада мотивация ояту мақсатында жоғары сынып болсын, төменгі сынып оқушыларына болсын, көбірек ауызша мақтау, жарайсың, керемет, өте жақсы жауап, бұл балаға қанаттандырып, сабаққа деген ынтасын арттырады. Және де оқушылардың қатысуын мұнда қадағалау, белсенді оқушы қатысып, артқы жақта отыратын үлгерімі төмен оқушының сабаққа түсінбей қалмауын қадағалауымыз керек. Ол саралап, деңгейлеу тапсырмаларында оқушыларға ұсынып, осы жерде әрқайсының деңгейіне қарай тапсырмалар беруді ұмытпаймыз. Дескриптор құру кезінде 1-10 бала аралығында үй жұмысынан басқа тапсырмалардың бәріне 1-ден 10-ға дейінгі балдарды үлестіріп, оқушының алатын бағасы осы дескриптор бойынша анықталып білініп тұратын болады. Және де тағы да бір айта өтетін жай, балалардың сергіту сәтіне негізі 3 минут пен 4 минут аралығында уақыт бөлінеді.
сергіту сәті баланың сабақтан сергіп алу үшін қолданылады. Баланың жаңағы тым миы загружены болмас үшін, жаңағы тым жүктемені артық жүктеп алмас үшін баланы бір уақыт сергітіп тұрғанда дұрыс. Ол бала үшін оңтайлы, жақсы нәтиже береді деп ойлаймын. Сабақтың соңында міндетті түрде кері байланыс берілу керек. Түсіндім, әлі де үйден қосымша ақпараттар жинауым керек, енді түсініп келемін деп бала өзінің кері байланысын беру керек. Сонда сіздің оқу мақсатыңызға жеттіңіз ба, жоқ әлде сіздің тарапыңыздан балаларға тағы да қосымша тапсырмалар берілу керек па? Міне осы кезеңде анықталатын болады. Яғни кері байланыста сабақты бала түсінді ма, сіздің жалпы 45 минут өткен материалыңыз баланың көкейіне қонды ма, жетті ма, міне осы кері байланыста білінетін болады. Үй тапсырмасы бірінші сынып пен мектепалды даярлық сыныптарына үй тапсырмасы берілмейді, қалған сыныптардың барлығына үй тапсырмасы беріліп жұмыс жасалынатын болады. Не алдарыңызда осы оқу жылындағы КМЖ үлгісі, сабақтың кезеңдері, педагогтың әрекеті, оқушының іс-әрекеті және де ресурстар, бағалау, мінекей осының барлығы біздің КМЖымызда тұр. Және де өзге елдің КМЖларымен салыстырғанда біздің КМЖ оңтайлы деп ойлаймын. Сабақтарыңыздың құрылымы өте қызықты және де есте қаларлықтай болып құрылуы үшін ізденуіміз керек. Барлықтарыңызға рахмет, назарларыңызға арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сабаққа қажетті әрі неше түрлі тақырыптарды салатын боламын.